Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сүзбелі пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын, яғни творожный пирог. Бұл пирог өте керемет, нәзік, дәмді, жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңызға осы пирогты әзірлеп көруді ұсынамын. Өкінбейсіздер, міндетті түрде сіздерге ұнайтын болады. Сондықтан да осы видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қамырына 240 грамм ұн, бір жұмыртқа, 80 грамм қант, жұмсақ сары май 100 грамм және де қосымсытқыш 8 грамм қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майымызды, қантымызды, жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен 3-5 минуттай араластырып алатын боламыз. Мінекей, бізде осындай масса пайда болады. Одан кейін ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Одан кейін екі массамызды бірге араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Алдымен миксердің көмегімен осылай араластырып алуға болады. Одан кейін қолымыздың көмегімізбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Мінекей, біздің қамырымыз осылай болып шығуы керек. Одан кейін салмасына кірісетін боламыз. Салмасына 350 грамм творог, 150 грамм қант, 2 жұмыртқа, 1,5 үлкен қасық манная крупа мен ванилин қажет болады. Салмасын жасау үшін ыдысымызға жаңағы аталған заттарымыздың барлығын салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп араластыратын боламыз. Яғни бір қалыпты, бір келкі масса шығуы керек. Мінекей, біздің салмамыз осындай болып шығады. Салмамыз бен қамырымыз дайын болғаннан кейін формамызға алдын ала май жағып, қолымыздың көмегімен дайындалған қамырымызды видеодағыдай яғни жайып шығатын боламыз. Қамырымызды яғни жайып шыққаннан кейін үстінен салмасын жақсылап біркелкі етіп құйып аламыз. Салмасын құйып алғаннан кейін осы пирогымыздың жан жағын вилканың көмегімен біркелкі етіп әдемілеп шығатын боламыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 160 градуста 50-60 минуттай пісіретін боламыз. Дайындығын зубочистканың көмегімен білуге болады. Пирог мінекей осындай керемет болып шығады. Иісі барлық үйді алып кетеді десе болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.